Құрдымға кетірер ашкөздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық. Мұндай эмоциялар толқынының бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Біз фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде-бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын шарықтатып, сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді? Эфирде «Сахна сыры» тележобасы. Астанадағы өнер ордасының репертуары Ташкенттен арнайы келген режиссер Абит Абдрахмановтың қойылымымен толығады. Аталмыш спектакль осыған дейін Өзбекстан сахналарында көрсетіліп үлгерген. Тіпті түрлі халықаралық байқауларға қатысқан. Міне осындай фестивальдардың бірінде туынды біздің елдің назарына да түскен екен. Сонымен Абит Абдрахмановтың қолында белорустық совет драматургы Андрей Макайоновтың «Жасқаншақ апостол» туындысы. Қойылымдағы рөлдерді Астана қаласындағы Горький атындағы орыс драма театрының актерлары сомдайды. Сіз «Жасқаншақ апостол» қойылымын қойдыңыз. Ол дайын шығарма. Максим Горький атындағы драма театрға келіп, қандай қиындықтармен кездестіңіз? На самом деле я... Негізінде кезінде бұл менің дипломдық жұмысым болатын. Мен ұзақ уақыт бойы қызықты пьесаны іздеуде болдым. Сонымен қатар авторды да іздедім. Мен бұл пьесаны таңдаған себебім, бұл туындыны бірінші рет оқыған кезде публицистикалық болып көрінді. Яғни ескі көзқарастағы пьеса, заманауи идеясы жоқ. Мені әсіресе отбасының ішінде болатын жағдай қызықтырды. Ол жерде адами шынайылық та бар көрінді. Бұл жағдайлар біздің уақытта болып жатқан сәттерге сай келеді. Яғни артистерге қойылатын талап, олар осы пьесаны жаңаша түрде ойнаулары тиіс. Қоғамымыздағы қарапайым ғана отбасы, өзгелерден еш ерекшелігі жоқ. Әдеттегі отбасылық қиындықтары бар жанұя. Егер де осы отбасына осындай баланы әкеліп қосса, не болады? Для верующих я должен казаться апостолом. Атеисты пусть видят во мне богохульника. Қойылымның басты кейіпкерлер жөнінде айтып өтсеңіз. Ну, главный действующий герой, мы уже о нем говорили. Енді басты рөлдердегі бала туралы айтатын болсақ, 12 жасар ерекше бала, оны қабылдау да оңай емес. Ол бүкіл кітаптарды оқып шығып, өте зерек болды. Сондықтан да ол үйде болып жатқан барлық ұрыс керісті саяси түрде қабылдайды. Сіздің кейіпкеріңіз ол кім? Это обычный ребенок. Барлығын білгісі келетін қарапайым ғана бала. Оның айналасында болып жатқан жағдайлар оның көп нәрсені біліп үйренуіне зор мүмкіндік береді. Ол өте көп оқыған. Соның нәтижесінде ол біраз нәрсені ұққандай болды. Мәселен, әке ол тек қана әке болып қана қоймай, мықты күш, держава бола алады. Ал ана бұл бөлек мемлекет. Олар кездеседі. Яғни осы жерде өмір шын мәнісінде саяси ойынға айналады. Жизнь реально становится политической игрой. А я буду воспитывать в своих детях любовь к реальным вещам, к вещам, на которые человек затрачивает свой труд. Сіздің кейіпкеріңіз ол қандай? Это среднестатистическая женщина. Барлығы өте қарапайым, еш артықшылығы жоқ әйел. Отбасылық жағдайда ол өз-өзін жоғалтып алғандай сезінеді. Отбасы құрдымға кетеді. Оның ойы жүзеге аспады. Бірінші баладан соң екіншісі дүниеге келеді. Алайда үйдегі жағдайын нашарлай береді. Әдеттегі жағдай ғой енді. Адамдар ақылға келе алмай, бір-бірін тыңдамай, естімейді тіпті. Ол осы бір жағдайда тығырықтан шығудың жолын іздейді. Бүгін осы бір сахнада ол өзінің ұлын басқа қырынан көреді. Бұл ол үшін күтпеген жағдай болады. Дома мама скажет: ешь суп, я ем. А свобода это как? Думать надо, как над арифметикой.
Я играю девочку в этом спектакле. Бұл қойылымда мен 10 жасар қыздың рөлін сомдаймын. Ол өзінің отбасын, ағасын өте қатты жақсы көреді. Үнемі ағасының айтқан тілін алады. Оның басты арманы тезірек есею. Яғни ата-анасының онымен ересектер сынды сөйлескенін қалайды. Алайда олай болмайды. Арасында анасы онымен үлкендер сыңайлы сөйлеседі, бірақ олай әңгімелесу ұзаққа бармайды. А дочь, это как о нем сам Макайонок пишет. Макайоноктың өз жазғандай, қыз ағасының қарама қарсы үлгісі, баласы сондай ақылды, зерек болса, қызы керісінше өте сезімтал, адал, мейірімді жан. Для главного героя это... Басты кейіпкер үшін бұл өте жақсы көретін адамдардың бірі. Қатты көзге түспегенімен ол үнемі қарындасын өз қамқорлығында алып жүреді. Бұл ол үшін ең жақын адам. Бас кейіпкер оған тіпті бар құпиясын да айта алады. Көп нәрсеге үйрете біледі. Всё, что у него есть, Режиссер приехал, он сказал, что Режиссер келген кезінде бізге Дмитрий екеумізге айтты: сендердің кейіпкерлерің бұл Гамлет. Оның қойған барлық мәселелері Гамлеттікіндей. Олар мәселеге тігінен қарамайды. Оларға түрлі ақпараттар керек. Олар қарапайым адамдар сияқты емес, тереңінен ойлайды. больше информации. Они... Сіз Жасқаншақ апостолы қойылымын қойдыңыз. Ол дайын шығарма. Ал Максим Горький атындағы драма театрға келіп, қандай қиындықтармен кездестіңіз? Ну, во-первых, в любом случае, когда... Бірінші кезекте сіз айтпақшы, өз елімізде бұл қойылымды қойған кезімізде барлығын асықпай ретімен орындаған болатынбыз. Енді дәл қазір бізге керісінше атқарылатын жұмыстарды тезірек орындауымыз қажет. Яғни уақыттығыз. Режиссер өзінің дайын шешімімен, дайын өнімімен келді. Жалпы оны өзгерту мүмкін болды ма, немесе өзіңіздің тарапыңызда бір нәрсе қостыңыз ба? Мен үнемі қандай да бір өзгешілікті, ерекшелікті қосуға қарсы емеспін. Мен дайын асқа тік қасық болуға қарсымын. Себебі импровизация аз болады. Ал театр деген ол кейде импровизацияны қажет етеді ғой. Ал бұл жерде нақты тапсырма бар. Бұл мен үшін кішкене қолайсыздау. Бірақ бұл мен үшін тренаж. Яғни режиссер айтқанды ешбір өзгеріссіз орындау болып саналады. Тренажерный зал, где нужно мое актерское эго подавить и сделать так, как желает режиссер. Гримшінің алдына қандай мақсат қойдыңыз? Такой взгляд, что благодаря... Расымен оны жоққа шығара алмаймын. Біздің айналамыздағы көптеген отбасыларды қарап тұрсаң, ештеңе болып жатқан жоқ сияқты. Бірақ шын мәнісінде ол жақта кәдімгідей шу, ұрыс керіс болып тұрады. Бұл сондай отбасылардың бірі. Біз сол жағдайларды кейбір сәттерде анығырақ көрсетеміз. Я, конечно, думала, что будет ярче. Мен әрине ойладым, бұл бір жарқын түрде болады деп. Анасының мінезіне қарағанда оның образы ұрысқақтау болады деп ойладым. Ал әкесінің образын саш үлгісімен ерекшелейміз деген ой болды. Алайда нәтижесінде ондай тапсырма берілген жоқ. Костюмдардың стильдері, түстері өзара ұқсас. Біз көп әңгімелестік, ал сіз қойылымның соңы немен аяқталатынын айтқан жоқсыз. Сол туралы бөліссеңіз. Я бы хотел, чтобы... Мен осы бір спектакльден кейін көрермен шын мәнісінде ойланса екен деймін. Әлемде болып жатқан өтіріктерге байланысты ой қорытса екен деймін. Әсіресе баланың көзіне қараған кезде болатын жағдайларды айтқым келеді. Қойылым 20-сына қарай көрсетілетін болады.